Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен холодецтің рецептісімен бөлісемін. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте дәмді, тойымды, әрі пайдалы ас. Алдымен сиырдың сирақтарын осылай әбден жуып, қазанымызға саламыз, салқын суға және де қайнатамыз. Суды осылай мол қылып қазанның бетіне дейін құямыз. Көбігін аламыз бір-екі рет. Сосын суымыз қайнағаннан кейін осы суды төгіп тастаймыз да қайтадан жаңа суға ауыстырамыз. Салған етімізді, сүйегімізді осылай 10-12 сағат баяу отта қайнатамыз. Пісер алдында 1 сағат бұрын сәбізімізбен жуамызды салып жібереміз. Сорпаның дәмі жақсы болып шығады жуа салғасын. Осылай сүйектерімізді түсіріп аламыз да сорпамызды сүзіп қоямыз. Осылай сүйегінен ажыратып, етімізді ет тартқыштан өткізіп аламыз. Жаңағы қайнатылған бір сәбізімізді де қосып жібереміз. Әдемі түс беріп тұрады сәбіз. Осылай сүзілген сорпаға жаңағы тартылған етімізді саламыз. Мен ішіне аздап укроп турап жібердім. Осылай саламыз да 1-2-3 минуттай баяу отта тағы да бір қайнатып аламыз. Дәміне қарай қара бұрыш, тұзын және де сарымсақ қоссаңыздар болады. Менде свежий сарымсақ бітіп қалғаннан кейін осындай құрғақ сарымсақ қостым. Бұнымен де дәмі өзгерген жоқ, керемет болып шықты. Осылай араластырып, ыдыстарға бөліп құйып шығамыз да бір түнге салқындатып қоямыз. Бетін жауып салқындағаннан кейін өзінің формасын ұстап, жақсы болып қатып шығады. Ары қарай кесіп, бұрап, тоңазытқышқа салып сақтап қоюға болады. Міне біздің холодеціміз суығаннан кейін өзінің формасын жақсы ұстайды. Кішкентай бөліктерге бөліп, ыдысқа салып, тоңазытқышқа сақтаймыз. Холодец күз, қыс, көктем айларында адам ағзасы әлсірегенде өте пайдалы ас. Коллагенге, кальцийге бай, адам ағзасына, буын ауруына өте пайдалы. Холодецті әлсін-әлсін алып жасап тұрыңыздар. Арнамнан алыстамаңыздар. Лайк басып, коммент жазып, мені қолдап тұрыңыздар. Назарларыңызға рахмет.